Достар, ассаламу алейкум. Бекболат Шабай арнасына қош келдіңдер. Бүгінгі түсірілімде ойынға арналған Asus компанияның ноутбугын бірге ашып қарайтын боламыз. Ендеше дайын болсаңдар, біз бастаймыз. Ал достар, бисмилля, ашып қараймыз. Көлемі 17, ең үлкен ноутбуктардың бірі болады. Жалпы ноутбуктер 10 дюймнен басталады, 17-ден аяқталады. Мына 17 дюймдік ойынға арналған ноутбук. Ал бисмилля, ашатын боламыз. Дайын болсаңдар. Кішкене жақындап көрсетсең. Осындай өзінің қағаздары бар, ноутбуктың артына жабыстыратын. Stay Touch, осындай күшті ноутбукқа арналған дүниелер бар. Мындай TUF Gaming деп айтылады, жасалады. Ал қарайтын боламыз. Бисмилля. Бірінші мынаны қарамастан бұрын комплектация қараймыз. Қандай дүниелер бар. Осындай кітапшалары бар екен. My Asus, TUF. Жекте қойып. Мындай тоқтары бар өзінің. Блок питания 240 Вт. Ал достар, өзін қарайтын боламыз. Ашып. Су жаңа ноутбук. Компания су пакка келіп алсаңдар болады. Бағасы 669 теңге. Жаңа ішінде жабыстыратын дүниелер болды ғой. Қолдың ізі битспс. Әртүрлі самолет соларды осында жабыстырса болады. Материал. Самолеттің корпусын жасайтын материалдардан жасалады. Мына жерде екі вентилятор болады, аэро болады, то есть мыстан жасалған шамалға тауарды ысытпайтын болады. Бисмилля. Көріп отқандарыңыздай сразу көзге түседі. Full HD разрешение. Full HD дегеніміз любой углдан қараса ноутбукты изображение четко болады. Және де бұда ойын ойнаған кезде герц деген дүние бар. Оның герці ең жоғары герц 144 герцке дейін апарып болады. Адаптив сенс деген. Басқа да характеристикасына жүгінетін болсақ, бұл ноутбукте оперативный память 6 гигабайт бар. Жесткий диск SSD 1 терабайт. Қосымша игровой видеокарта тұр. Nvidia G-Sense деген 6 гигабайттық видеокарта. Одан бөлек түнде ноутбукты қолданған кезде ноутбуктен подсветка жанатын болады. Кнопкалар қай жерде екенін таба алмай, свет жағылуын қажет болмайды. Достар, қосымша өзінің характеристикасына жүгінетін болсақ, бұл жерде Dolby Atmos деген специальный колонкалар бар. То есть эффект погружения болады. Ноутбукке ойын ойнаған кезде қосымша колонка қажет етпейтін болады. Себебі мынау звучаниясы өте мықты болады. Одан бөлек Wi-Fi 6. То есть екі ноутбуктың екі шетінде дополнительный осындай функция бар. То есть Wi-Fi-ді қабылдайтын кезде қабылдағышы басқа ноутбукке қарағанда 2 есе 3 есе жақсы болады. То есть қасына жақындап жүруді қажет болмайды. Одан бөлек, жаңа айтқандай міне екі вентиляторы, оны айттым сізге. Одан бөлек мына жерде Hi-Res деген функция бар. Тоже функция звучаниенікі болады. То есть профессионал тұрғыда звуктар шығарып береді. То есть өлең тыңдаса, кино қараса. И және ең мықты функциясының бірі ол мынаның жүрегі деп айтуға болады. То есть процессор да. AMD Ryzen 7-ші поколение 7 деген. Бұл AMD Ryzen 16 процессордан құралады. 8-8-ден жұмыс жасайды. То есть сіздің ноутбугыңызды қату проблемасы вообще болмайтын болады, достар. Қарап қараңыз тағы да білет. Және де бұл ноутбукты тағы да бір айта кетейін, Супак компаниясының несиеге немесе қолма-қол ақшамен алуға болады. Кімге ұнаған болса видео лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіз. Біз келесіде қолдан келгенше бұдан да сапалы видеолар түсіруге тырысатын боламыз. Барлық көрермендерге ассаламу алейкум, Алла разы болсын.